Ассалаумағалейкум, менің құрметті көрермендерім. Мен есімім Бекен Нарбай. Бүгін мен сіздерге Түркиядағы Коня қаласының әр жексенбі күн сайын болып тұратын жәрмеңке базарын көрсететін боламын. Базардың сыртынан бір көрсетіп шығайын. Аталарым кетіп бара жатыр. Жабық базар. Ал онда ішін көрейік. Мен үзбеймін, монтажсыз көрсетуге тырысам, ұзақ түсіріп. Ал онда кеттік. Мына сыртта мысалға ішке кіре алмай жатырмын ғой. Сыртта мынандай бір тамақ пісіретін жерлер бар. Ассалауму алейкум, аби. Бұл не? Тост. Тост ма? Тост. Тост дейді, ішінде сыр бар екен, колбасы, нанды екіге жарғанда жұмыртқаны салып береді. Фиат қач әбе бұн? Фиат 15. 15. Бағасы, фиаты деген ол, бағасы 15 лира дейді. 15 лира деген шамамен 35. Бекілеңіз әбе, бұл мені түсір дейді мәкіз. Бұл не әбе? Бұл не? Bu çay. Çay mı? Vefa çayları. Neyse, mine. Şayışının артынан базарға кірейік. Ал, құлақтарыңыз жабыңыздар. Гүлдеген мынаның іші деген. Мысалға, мынау инек сүті, сиырдың сүті. Қарбыз. Бұл қарбыздар шамамен бір ай бұрын шығып қойған негізі. Дәмін тат дейді. Tatlı mı? İyi bak. Ulan Cep göreyim. Ne деген tatlı mı? Kağıdımda anау Şimkent'tегі Sarıағаш болмаса Жетісайдың қарбызынан кем емес. Дәмді екен. Ой, ары қарай жылжайық. 86. Бұл фиат қач әбе? 10. Карпуз 10 лира. 1 килограмм қарбуз 10 лира дейді. Так, жылжайық. Адамдарды өткізіп берейік. Өте алмай жатырмын ғой мына жерден. Адам көп соншалық. Мынаны көреміз. 8 buçuk mu? 8,5. Pomidorun бағасы 8,5 lira. Pomidor. Осындай. Мына бәдірен, огурцы, қияр. Килосы 4 lira mı? 4 lira. 1 kiloсы 4 lira. Мұна нәрсені мен білмедім бірақ. Не бұл? Жүре береміз ары қарай. Помидордың бағасы әртүрлі негізі. Мысалға ана жерде 8 лира десе, мұна жерде 12 лира. Артында кісілер көрдің ба? Мынау қияр 5 лира. Мынау ащы нәрсе ғой. Бұның бағасы 8. Тағда не бар? Алма бар. Енді Алматының апортына жетпейді, бірақ ұсайды екен. Бұның килосы 6 лира дейді. Тағда қарбуз. Сосын әңгелек бар екен. Бұл әңгелектің фиат қач? Дауысын естіріп жатыр. Бұл 20 TL. Мынан дауысын ұрып көрсетіп жатыр. Мына дауысы гүмп етіп шықса, іші қызыл, таза піскен деп есептеледі ғой. Соны көрсетіп. Ой-бой, құлағым. Мына жақты мынандай бір тұт дейді бұлар. Ірі екен, өте ірі.
Tatsam olur mu? Teşekkürler. Cep görsem bolar mı desem de ya bolat dedi. 25 abi. Дәмді. Бұл жақта көбісі негізі дәмді. Тек қана мынау құлпынайдың ғана дәмі. Бәрібір дәрімен піскен ғой, сондықтан аса тәтті емес. Сонда да жеп көрейін. Бәрібір тәтті емес. Осылай айқайлайды бәрі. Миыңды ашытып тұр. Қарбыздың дәмін көр дейді. Бұл жерде де 10 лира. Алманың түр-түр. Selam aleyküm abi. Bu alma nerede? Elma nerede? Tamam. Nereden geldi? Nereden? İspanya'dan. O Türkiye'li mi? Evet. Mынау кәдімгідей үлкен қызыл алма. Түркияның бір қаласын айтты, естімей жатыр мына жер. Өте шулы. Түркияның өнімі. Мұнда Bu ne? Bu almurt. Bunda da almurt var ekan. Bunun fiyatı kaç? 25 lira dedi. Kivi var. Sosun. Осындай bir мынандай bir қызықты жеміс бар. Атын білмеймін, қазір сұрауға тырсам. Килограммы 10 лира деп жазылып тұр. Дәмін айта алмаймын. Біз Қазақстанда жеп жүрген жемістің еш қайсысына ұқсамайды, бір ерекше дәмі бар. Қазір ана кісі бос емес тұрады. Abi, selam aleyküm. Bunun adı ne? Yeni dünya дейді бұның атын. Жаңа дүние деген сөз ғой. Қазақшаға тікелей аударсақ. Сол жаңа дүние деп айтылады екен. Bir tanesini tatsam olur mu? Тазалап жіберейік. Шамамен бір алмұрттың дәміне ұқсайды. Алмұрт, кішкене бір лимонның дәмі бар. İçinde мынандай бір дәнегі бар екен. Teşekkürler, kolay gelsin. Өрік бар сосын. Өріктің дәмі біз ойлағандай емес. Бағасы 15 лира екен. Мен бағана жеп көргем, маған аса ұнаған жоқ. Дәмі шикі піскен өрік сияқты ғой. Сосын мынандай пияз бар, жуа. Бұны енді жеп көрмей-ақ қойын. Бір бумасы екі бумасы 5 лира дейді. 5 лира деген ол түк емес, қоплайша айтқанда 140 теңге ғана. Тағы да не бар? Тағы да не бар сіздерге көрсетпеген? Бұнда лимон тұр, кәдімгі лимон, жағына құлпынай. Сосын мында кәдімгі ауылдағы бақшада піскен помидорға ұқсайды мынау. Сосын одан бағана көрсеткенім ол басқаша, мынауның сорты басқаша. Tekrardan.
мен бағана таныстым. Менің атам дейді. Менің атам Қазақстаннан келген дейді. Баяғыда Шинжан өлкесінен көшіп келген дейді. Содан кейін осы Түркияның бір қаласын айтты. Сол жерге тұрақтап қалған дейді. Содан бұл кісінің әкесі сол жерде туылған, сосын бұл кісі осы жерде туылған. Қазақстан туралы жаңа қызығып менен сұрап жатыр. Қазақстан қалай, жақсы ма дейді. Kanalın var mı? Kanalın var mı? Evet. Ben YouTube kanalım var da. Tamam. Evet. Hangisi? Biz nasıl bulacağız seni? Telefonunuzu verseniz ben yazabilirim. Hayır. Telefonunu ver de şu YouTube kanalı var. YouTube kanalımda сұрап жатыр. Қазір мен жазып берейін бұл кісіге. 15 lira. 15 lira. Abi, önce siz kendinizi de tanıtabilir misiniz? Ben Ramazan. Çok kısa. Kısa. Ramazan arkadaşa yardım ediyorum. Pazarda arkadaşa yardım ediyorum. Güzel, başka bir şey yok yani. Tamam. Tamam. Mына кісілерге жәрдем беріп жүрмін дейді, көмектесем дейді осы жерге сатуға. Қазір мен жазып бере салайын. Мынау баклажанның көшеттері екен, көшет сатып жатыр. Bu bir tanesi ne kadar abi? 2 lira 1,5 lira. Bir tanesi degені, bir danası мынандай, ой, жұлынып алдым. Осындай түбін 2,5 лирадан сатып жатыр. 1 лира, естеріңізде болсын, 1 лира 30 теңге шамамен дәл қазір. Сонда 60, 75 теңге ғой бір штугы. Тағы не бар? Мына бір заттардың мен аттарын білмейді екен, бірақ 7 лира дейді. Танысаңыздар мінекей, бағасы 7. Сосын мына бір салатқа қосатын, салат деп айтады ғой негізі. Bu ne kadar abi? Естімеді, бос емес. Abi bunun fiyatını söyler misin? 10 lira, 8 lira. 8. Bir tanesi mi? Mınaның bir осы штугы 8 lira дейді. Sen YouTube'u? Evet, YouTube var. Hangi? Ben size yazabilirim. Ama orada ben Kazakça söylüyorum da. Türkçe değil. Kazakistan'da mı sen? Evet, Kazakistan'dan. YouTube'da ne yazacağız? Benim adım var. YouTube'daki İsim ne? ben size yazabilirim. Yaz. Kanal var mı? Мына кісіде сұрап жатыр, YouTube каналыңды бер дейді. Осылай мен көрермен жинап жүрмін. Жаза білермін. Мына қағазға қазір атын жазып беремін. Міне жаттап алыңыздар. Бекен Нарбай. İsmin Beken. Beken Narbay. Evet, Beken Narbay Ne YouTube. zaman yükleme? Bir haftadan sonra göndereceğim. Teşekkürler. Mene. Nanın. Abone kaç? Abone kaç? Anlamadım abi. Abone. İzleyen kaç kişi var? Bilmiyorum abi. Mına bizde ne деп айтылатын еді, өзі ұмытып қалдым. Bunun Türkçe adı ne? Fındı fıt деп айтылады екен. Bir күлкілі екен аты. Ne атын ұмытып тұрған тілімнің тұшындаdır. Жарайды. Bu fiyat kaç abi? Fiyatı kaç? 5 lira. Мұнан бағасы 3,5 lira екен. Tamam, kolay gelsin. Evet, gösterim. Одан бөлек мұнда дәнді дақылдар мен не десе болады. Әр түрлі қоспалар бар, тамаққа қосатын, шайға қосатын қоспалар бар, оның түрлері мінекей. Енді бағаларын әрқайсысын көрсетпей қойын, сосын не бар екенін көрсетейін. Мынау нардың гүлі дейді, мынау кәдімгі ромашка гүл. Осындай шайға қосатын заттар бар. Мынау жаңғақтың 3 түрі бар екен. Мысалға мінекей. Үшеуде 3 түрлі. Мынау үлкен.
мына қылайдың жаңғағына келеді екен. Не бір андай қоспалар тамаққа қосатын бұрыштың түр. Осындай сыртта сүт сатып жатыр. Мұнда да біраз дәнді дақылдар бар екен. Не жерде? Мұнаны мұз дейді. Бұл бананды мұз деп айтады. YouTube үшін çekiyorum da. Evet, YouTube için. Beni çekti mi sütçü? Süt çektim, evet. Sen YouTube'un ismi ne? Beken Narbay. Evet. Yabancı ne? Ben size yazabilirim de. Ama orada Türkçe değil, Kazakça söylüyorum ben. Sizin çocuklarınız mı? Benim çocuklarım. Bu inek sütü mü? İnek sütü. Taze sağılmış inek sütü. Buna şehirde 5 litre mi? 5 litre. Fiyatı kaç? Fiyat kilosu 10 lira, 5 kilosu 50 lira. 5 litre. Litre 10 liradan demek 50 lira. Teşekkürler. Kolay gelsin kardeş. Kәдімгі алша дәмін көрейік. Бисмилlah. Рұқсат сұрадым. Қышқыл. Мынау піскеннен кейін сарғыш немесе қоңыр қара түске айналады. Сүйегімен бірге жеп қойдым, себебі сүйегі қатып үлгермеген. 15 май күні шие пісіп үлгеріпті. Құтыдағы шиенің бағасы 10 лира деп айтты бағана. Қайтадан сұрауға ыңғайсызданып тұрмын. Піспеген өріктің мынандай тәушелерін сатып атқандарын Түркиядан ғана көрдім да. Жеп көрейік. Бисмилlah. Тек қана. Ой. Тек қана тұз керек болып тұр. Басқа нәрсе керек. Çay mı? Evet. Teşekkürler. Şeker? Bekle. Yok ben tipsizim şu an. Şu an müsait değilim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Navalanmadan жай ғана шай әкеп беріп кетті. Өрікпен шай қалай кетті? Шай ішіп біраз демал болайық енді. Kanalın ismi ne? YouTube'u aç. Haberimizi ары қарай жалғастырамыз. 3 kilo 10 lira. Çıktı mı bari? Өздеріңіз көргенде мына жақта жеміс жидек көкөністер сатса, енді базар екіге бөлінді. Дәл ортасынан былай қарай мынандай бір аксессуарлар сатылады екен. Ал мына бетте киімдер бар, балаларға арналған. Өте көп енді бағасын. Мына бір сәл ер адамдарға ұятсыздау нәрсе көрсетейін. Бағасы мысалға 25-30 дейді. Білесіздер атын не екенін. Одан бөлек аяқ киімдер. Кішкентай балаларға арналған аяқ киім, мынау үлкендерге сланцы. Еліндегі аяққабын фият қач? 50 лира. Мысалға мынау әйелдерге арналған сапасы вроде нормальный сияқты. Мынау жұмсақ 50 лира дейді. 50 лира деген 1,5 мың теңге. Güzel. Teşekkürler. Міне, мына бәрі аяқ киімдер екен. Қарапайым мына бір аяқ киім көрейік. Енді сапасы мынау көріп тұрсыздар, Бұлғары емес, дермантин. Мынау да дермантин. Тағы қайсысын? Мысалға, мынау біреуді көрейік. Мынау да бүйтіп қарайтын болсақ дермантин. Сіздерге көрінбеуі мүмкін, енді мен бұлай көзбен көріп қолмен ұстағаннан кейін сезіліп тұр, ол дермантин, кожа емес.
планшылар. Buyurun efendim. Kolay gelsin abi. Eyvallah efendim. Дарадам әйелдердің заттары екен. Керек болса мінекей 15 лира. Мына жерде 1000 жағы кәкір шүкірлер дейміз ғой. 1000 мелочей. Көкем шай алып келді. Кәкір шүкірлерді көрсетпей қойын, өте көп мына жерде. Мына жақта мата шүта басталды. Мына жерде пледтер, үстінде кішкентай балалардың киімдері. Ой, мына кішкентай баланы ай. Мақта жеп жатыр. Селам. Бұлай қарай жүрейік. Түрсилер 20 теле. Мынау кәдімгі Қытайдан шығатын тауарға ұқсайды. Қазір сұрап көремін. Kolay gelsin abi. Türkiye'li mi, Çinli mi? Burada yapıyorlar abi. Burada yapıyorlar. Hepsin mi? Ne сұрадым мен? Мынау Қытайдан жасалған ба, Түркияда жасалған ба деп. Мен аз түркшемен сұрадым, бірақ түсінді ол. Айтады, бұл Түркияда жасалған дейді. Айтпақшы. Білмесеңіздер мен сіздерге түсіндіріп берейін. Мына мен дорожканың кілемнің үстін, паласының үстін бұлайына істесеңіздер, мына екі шетіне қоқыстарды үйіп-төгіп қазылап береді. Ана кісі сәл үй алып кетіп қалды. Менің білуімше мұнаның барлығы Түркияда жасалған. Мен көп жерлерден сұрадым, мына товар қай жақтың, мына товар қай жақтың. Бәрі айтады, бұның бәрі Түркиядан өзіміз өндіреміз дейді. Мата өндіру, киім шығару, барлығы Түркияның өзінен келеді. Қытайдыңқы емес. Мынау жейтін мақта бала кезде жейтін еді қой. Бұның бағасы 5 лира дейді. Бірақ мен жемеймін, өтіп кетемін. Мына атам фактурасы күшті екен, түсіріп алайыншы. Бұл не кадар abi? 20. Бұның ады не? Бір нәрсе деді, пападжи деді ма, мапмаджи деді ма, түсінбедім. Қышқыл дәмі бар, бірақ жеуге болады екен. Қазір айран ішем, артынан не болады көреміз. Мына жұмыртқаның бағасы 25 лира. Енді ең қымбатымен салыстырып көремін. Мына шетіне келдім. Ең үлкені 38 лира екен. Енді 38-бен мен салыстырып көрейін. Мінекей. Бұлайша қарап тұрсаң, негізі аса қатты айырмашылығы жоқ. Bu arkadaşlarım temizlik, genel temizlik şeyi. Анау тұрған әпшелердің заттары екен, тазалайтын. Менің ең жақсы көретін жемістерімнің бірі мынау нәрсе. Екке бөлем. Сан. Мінекей. Аты бұның ең жақсы көрем, бірақ атымды ұмытқанмын. Грейпфрут аты. Грейпфруттың 4 килограммы 10 лира. 4 килограммы 300 теңге. Сонда 1 килограммы 75 теңге деген сөз ғой. Portakaller gibi yani. Nereye de greyfurtu? Abi 4 kilo 10 lira. Abi. Мынандай жасыл лимон бар. Жасыл лимон. Көке, сәл қоя тұршы. Abi greyfurt 4 kilo 10 lira. Ой, не дейді. Не айтайын дебін, ұмытып қалдым ғой. Ошым, сары лимон, жасыл лимон. Болды. Бағасы 6 лира дейді. Гүл сүйер қауымға көрсетейін. Мынандай бір әдемі гүлдер бар екен. Күлгін түсті. Кішкентай ғана компактный үйге алып қойсаңыздар болады екен. Бұның бағасы жазылмаған. Бұның фиат қанша abi? 20 лира. 20 лира. 300 теңге. Мына жақта бәрі гүлдеп тұр ғой, кішкентай болса да. Кәдімгі роза гүлге ұқсайды. Карликовый. Мына исмай. Мына жақта тұр ғой. Мына көкем сатып отыр. Бағана бір көшетті айттым ғой, сол сияқты. Мына жақта енді помидордың көшеттері бар екен. Мінекей. Мына сыртта жатыр, бүйтіп көрсете салайын. Кәдімгі бір 15-20 сантиметрлік.
Bu bir tanesi kaç? Bir tanesi 2 TL. Buna bir danası 2 TL deyip 60 tenge. Ары қарай жалғастырамыз. Мынау гүлдің топырағы, мынау банан килограммы 17 лира. Қазақстанда қымбат сатады ғой, себебі кішкентай банан өте дәмді деп сатады. Бұл жақта керісінше. Мынау одан да кішкентай бар екен, бұның бағасы сәл қарайып қалған екен, бұның бағасы 15 лира. Мынау Қазақстанда үлкен бананнан да қымбат. Ауру банан. Köyden bile oraya geliyor. Türkiye'de 100%'lık baldарды іздеп мен таппадым. Мына қаймақты сатып алайын деп жатырмын. Бұның бағасы 25 лира. Teşekkürler. Мынаның не екенін білесіздер ме? Бұл көгерген сыр. Негізі түрік ағайындар өте көп жейді екен. Алып жеп жатыр. Бұның фиат қанша? Бағасы 50 лира. Демек, 1 килограммы 1500 теңге. Мұнда таза сырлар бар екен. Сосын кесілген сыр, езілген сыр, ұнтақталған сыр. Мына жерде сырлардың түр-түр бар ғой. Мынандай бір қап-қара бір дәнектер қосылған сыр. Мына екеуінің түсі екі түрлі болып тұр, ол да басқаша. Зейтүннің орта бағасы 30-35 теңгеден. Мысалға мына 30. Дәмін көру керек бұның. Мына 50 лира. Ең қымбатының дәмін көрдім. Енді бұның ең арзаны іздеп табамын. Міне. Мынау 25 лира алды. Түсіндім. Қымбаттың аты қымбат екен. Саңырауқұлақ YouTube каналыңды бер дейді. Осылай подписчик жинап жүрмін. Бүгіннің өзінде 5 подписчик жинадым ғой мен. Kazakistan. Қазақстан, evet. Duyasana. Aha. Мына жерге адамдар жиналып қалды. Оның себебі мынау. Қараңыздар, қандай тәтті. Жемеймін, қорқпаңыздар. Бұның фиат қаш? Bir tanesi 5 lira. Erzurum kara yazıyor. Мұнда адамдар қызық, мысалға біз бір штугын алмаймыз ғой. Мұнда балаларын ойнату үшін бір штуктан бәрі алып кетіп жатыр. Оны не істейді? Түсінбеймін. Кәдімгі этаж үйде тұратын адамдар ғой негізі. Түркияға келгендеріңіз болса білесіздер, ол Түркияның ең атақты нандарының бірі аты симит. Мінекей базардың сыртында осылай сіздер тұрады да сатып тұра береді. Құрметті көрермендер, бүгін базарды таныстыруым, базарды аралауым осымен тамам. Ал қайта көріскенше сау болыңыздар.